Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін осындай көже жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Алдымен күрішімізді жуып аламыз. Содан кейін бұрышымызды майда қылып тураймыз. Картопымызды 4-5 қылып турап аламыз. Сәбізімізді күштен өткіземіз. Содан кейін бәрін сорпаға саламыз. Күрішіміз кетеді, бұрышымыз кетеді, сәбізіміз, содан кейін картопымыз кетеді. Қандай әдемі көрінеді, қараңыздаршы. Етімізді қолмен үзіп аламыз. Оны да сорпаға саламыз. Арасында араластырып қоямыз. Қандай әдемі көрінеді. Дәмді болып шығады. Балаларға да жақсы осындай көже берген. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Мен үшін өте қымбат сіздердің қолдауларыңыз. Рахмет, ас болсын.